Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай жаңға қосылған трубочки дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: еліктен өткізілген ұн, тоңазытқыштан шыққан сары май, қатты болуы тиіс, және қою қаймақ, яғни сметана, және мына жерде менде қопсытқыш, ванилин және тұз бар. Печеньеміздің қамырын елеп бастайық. Ұнымызға жаңағы соңғы көрсетілген 3 дәмдеуішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан шыққан қатып тұрған сары майымызды ұнға араластыра отырып, малып отырып, яғни үккіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Енді сары майымыз бен ұнымызды осылай қолымызбен езе отырып, біркелкі крошкаға айналдырамыз, яғни ұнтақ жасаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей болып шығуы тиіс. Бұл біздің қамырымыздың песочный болып шығуы үшін қажет. Сонан соң қаймағымызды салып, біркелкі қамыр елеп шығамыз. Бұл жерде менің ұным жеткіліксіз болып шықты, яғни қамырым сұйық болып шыққандықтан кішкене тағы 50 грамдай ұн қостым. Біздің мөлшерлеменің барлығын видеоның астына қалдырамын. Ұнымыз әркімде әртүрлі болғандықтан консистенцияға қарап отырып илейміз. Қамырымыз жаюға келетіндей қамырға ұқсаған сәтте ұн қосуды тоқтатамыз. Дөңгелек формаға келтіріп алып, пакетке салып, тоңазытқышқа демалуға қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындайық. Мына жерде менде бір жұмыртқаның ақ уызы бар. Соған 50 грамм қантты қосып, осылай миксердің қатты жылдамдығымен 5 минуттай көпіртіп, онан соң ағарғанша, яғни меренга болғанша ұрып аламыз миксермен шайқап. Және жаңғағымды осылай блендермен үгітіп алдым. Мұны оқтаумен де езіп алсаңыз да болады, ешқандай қиындығы жоқ. Қатты болып көрінгенмен тез езіледі оқтаумен. Жаңғағымызды меренгамызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды бір елеп алып, екіге бөліп, бір бөлігімен жұмысымызды бастаймыз. Күлшемізді дөңгелек формаға келтіргеннен кейін ұнды қорықпай қосып, жақсылап жуып, жұқа болғанша жайып шығамыз оқтаумен. Мінекей қамырымыздың жұқалығы осындай болып шығуы тиіс, жұп-жұқа болып тұрады. Енді қамырымызды теңдей 12 бөлікке бөлеміз. Ол үшін алдымен 4 бөлікке бөліп алып, әр бөлікті тағы 3 бөлікке бөліп шығамыз. Енді дайын болып тұрған салмамызды салып шығамыз. Осылай қасықтың ұшымен кішкене бөлігін ғана салып, жайыңқырап жібереміз де, видеода көрсетілгендей рогалики формасына орап шығамыз. Бұл жерде тек қана бұл салманы емес, қайнатылған сгущенка, яғни вареная сгущенка, немесе қанттың өзі, немесе джем ба, варенье ме, өзіңіз білесіз, қандай салма салғыңыз келеді, сондай сала берсеңіз болады. Негізгі рецепті бойынша ореховый болуы тиіс. Осылай барлық қалған қамырымызды әдемі етіп жасап шығамыз. Сонан соң противенге салып, 200 градус қысып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің трубочкаларымыз пештен шықты. Ып-ыстық болып, осылай қызармай, қатты қызармай піседі. Қызарғанын күтпеңіздер, себебі оның құрамында қант жоқ біріншіден, және де бетіне еш нәрсе жақпағандықтан қатты қызармайды. Енді қант ұнтағымызды пакетімізге салып, осылай 2-3 данадан ішіне печеньелерімізді салып, барлық жеріне қант тиетіндей етіп, араластырып, аударып алып, қайтадан тарелкаларымызға салып шығамыз. Мінекей біздің трубочкаларымыз барлығы дайын болды. Барлығы 24 дана шықты менде, дәл көрсетілген ингредиенттермен. Егер де көп пісіргіңіз келсе, яғни қонаққа қоятын болсаңыз, 2 есе көбейтіп, 3 есе көбейтіп, өзіңіздің қалауынша пісіре бересіздер. Өте нәзік болып шығады, шаймен өте керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғаныңызға алғысым шексіз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осындай тағы да тәтті видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.